Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Біздегі бүгінгі жұмыс терезенің подоконнигіне қоятын затымыз гранит қояйын деп тұр. Бұл жерде көп жерде естісеңіздер, өздеріңіз үйлеріңізде де белгілі болуы мүмкін. Үйдің откосына ішке қарай су өту, ылғалдану, қыстың күндері әсіресе көгеру дегендей заттар көп болады. Бұл жерге көп жерде қаңылтыр темірден жасайды. Ода жан жағында болсын ылғал су өтіп кетеді қалың жаңбырда. Сондықтан біз осындай шешімге келіп отырық. Мынау енді суға да барлық нәрсеге төзімді. Бұны осылай шетін болгаркамен кішкене таштетіп жердік. Осылай қоямыз. Ернеуіне силикон құятын боламыз. Жақсылап. Сосын кішкене угловмен қойып жібереміз былай қарай. Сонда ішке қарай су кіру қаупі болмайды. Екіншіден көрініске де жақсы болады. Ал видео ұнаса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар ағайындар. Ал кесе бір. Құрметті ағайындар, мынаны жақсылап кезде астын жақсылап тазалап, астына клейді жағылу керек. Екінші граниттің өзіне жағылу керек. Сонда тұспалу қаупі болмайды. Мына жақ бетіне қарай жеткізбейміз клейді. Сонда қойған кезде таза болып шығады. Енді жиектерге силикон құямыз. Шетін таштетілген жерге травертиннің лагынан кішкене жағып жібереміз. Сонда таштетілгені білінбей қалады бұның. Міне ағайындар, бітіріп қойдық. Енді біздің құйған затымыз сабылған заты мынау болып тұр. Бұл негізі тегі өсті. Бұл болмайды. Кәдімгі силикон. Темный коричневый. Сондай светін алып құйса дұрыс болады. Міне ағайындар, мынаны жиегіне травертиннің лагын жағып алдырыңыз. Сонда мынандай ағарып тұрмайды. Мына жаққа бесцветный титаннан құйдық. Енді қазір заказ бердік. Қоңырға негізі подсвет қып жасаған көрініске дұрыс болады. Қазір мынаның лактың кепкен кездегі видін көрсететін боламын тағы да.
міне ағайындар осы ағымыз кепті почти кәдімгі жып-жылтыр. Тағы қосымша халаттап жағуға болады. Енді жаңбырдан, қардан ойынсыз отыруға болады деп ойлаймын. Сәттілік өздеріңізге жасап көрсеңіздер болады. Мына дискімен мына шетіндегі қырды алып шығатын боламыз.